Балалар, үйге тапсырма. Әбіш Кекілбаевтың «Шыңырау» повесін оқып келіңіздер. Менің Маңғыстауым. Марғайып мақтанарым, алға астарым. Өзінде бар махаббат, бар құштарым. Жыр болып қиылады алғыстарым. Есімің естілсе де қай жағымнан, кім болсын сел кетеді айбарынан. Сен десе тебіреніп атырабым, өзімді тегіз етіп сапырамын. Біздерді желеп-жебеп жата берші, Маңғыстау әулиелі топырағым. Балалар, мен Әбіш Кекілбаевтың шығармаларымен осылай таныстым. Енді біз бүгін Әбіш Кекілбаевтың «Аңыздың ақыры» деген романымен танысатын боламыз.